Тарих ешкімді маңдайынан сипап көрмеген, күреске, азапқа, не бір зұлмат сынаққа толы кешулерінен өткен қазақ халқы өзінің көк туын желбіретті. Тәуелсіздіктің құдіретімен елімізге құт қонып, ырыс үйріліп, ортаға үлкен сыбаға түсті. Абылай бабамыздың үш арманы орындалды. Тәуелсіздік тәтті нәр, тамсандырар талайды, оны қанып ішпесе, адамның мейірі қанбайды. Тәуелсіз болмай жарқырап, тірліктің шамы жанбайды. Тәуелсіз елдің ұланы қанатты құстай самғайды. Тәуелсіз ұлт өркендеп, өсуінен танбайды. Тәуелсіздіктен айырылсаң, тас құрарсың маңдайды деп Әзілхан Нұршайықов айтқандай, қонған бақыт құсын үркітіп алмай, елдіктің тұғырын берік орнату керек. Тәуелсіздік халық тарихы, тағдыры. Тәуелсіздік бізге аспаннан түскен жоқ, қажырлы күреспен келді. Қазақ күресінің ұлы өтеуі тәуелсіздік. Қазақ даласының болмысы тұнып жатқан шежірелі тарих. Көз қуанышы, көңіл шуағы етіп жаратқан жер жанаты көкше мен жетісу, Баянауыл мен Қарқаралы, Алтай мен Атырау, Сарыарқа сынды алып аймақты бауырына басып, сыры мен ілесін, шуы мен жайығын, ертісі мен есілін ағызған сайын сахарасы, еркіндігі, ер жүрек ата-бабаларымыздан бізге қалған аманат еді. Көркем тауына көкше деп, Бурқанған өзеніне тентек деп, Асқақ тауына Алатау деп, Алып даласына Сарыарқа деп, аялай ат қойып, ер жүрекпен емірене сүйіп, оларға ән жырын, күйін арнап, байтақ даласының кез келген пұшпағына өз рухының шуақты нұрын құйып отырған, ел тағдырын, ой толғанысын таңбалы тасқа түсірген, арман қиялын жыр тіліне көшірген халқымызда талай аңыз бен ақиқат шежірелерін алып төсіне ұялатқан ұлы даламызды қастер тұту біздің парызымыз. Туған топырақ киесінің әр есті азаматтың санасында ғұмырлық шамшырақ болып жанып тұруы қасиетті борыш. Қазақ халқы ұлан байтақ даланы мекендеп, егемендікпен еңсесін тіктеп, болашаққа нық сеніммен қарайды. Бірлігі берік елдің тәуелсіздігі тұғырлы. Қазақ халқының ақ ниет, кең пейіл халқына, берекелі босағасына тыныштық пен татулық құт күзетші болсын деп тілеймін.